Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің сабағымыз қазақ әдебиетінде поэзия, проза, драматургия саласында бірдей қажырлы да жемісті еңбек етіп, артына мол мұра қалдырған Бейімбет Майлин жайлы болмақ. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Бейімбет Майлин өмірі мен шығармашылығы, Шұғаның белгісі повесі. Сабағымыздың мақсаты Бейімбет Майлиннің өмір мен шығармашылығы туралы білімдерін тереңдету, әңгіменің идеясын аша отырып, адамгершілік, адамдық, имандылық қасиеттерге баулу, студенттердің шығармашылық ізденістерін дамыту. Күтілетін нәтиже Бейімбет Майлиннің өмір мен шығармашылығы туралы білімдерін тереңдетеді. Шұғаның белгісі повесінің мазмұнын түсіне отырып, адамгершілік құндылықтарды бойына сіңіреді. Талдау тапсырмалары арқылы шығармашылық ізденістер артады. Ал енді студенттер, осы мақсаттарға қол жеткізу үшін бүгін біз сіздермен тиімді жұмыс жүргіземіз деген сенімдемін. Қазақ әдебиеті тарихында үш бәйтерек деп аталатын үш талантты жазушының бірі Бейімбет Майлин. Бейімбет Майлиннің шығармашылығына шолу жасаймыз. Бейімбет Майлин 1894 жылы қазіргі Қостанай облысы Таран ауданында дүниеге келген. Жасқа толмай әкесі Жармағанбет қайтыс болып, анасы Күлғизар екеуі әжесімен бірге тұрады. Енесі Байтас Күлғизарды Мұқалжай байға жалшылыққа беріп, Бейімбет байдың делебешісі болады. Ыбырай Екшанов молдасынан оқып хат таниды. Тройскіден келіп, Мұқалжардың үйінде тұратын татар жігіті Әбдірахман Сатыбалдыұлынан сабақ алады. Кейін Арғынбаев медресесінен білім алады. Қабілеттілігімен өлең, әңгіме, мақала жазып, Айқап журналына жіберіп отырады. Студенттер, Бейімбеттің өмірі туралы тың деректер біздің әрбіріміз үшін маңызды. Бейнероликке назар аударайық. 1911-1915 жылдар аралығында Троицк қаласындағы Уазифа медресесінде білім алған Бейімбет Майлин бірден әдебиетке араласып кетті. Алғашқы мақаласымен-ақ әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі, кейін редакторлыққа дейін көтерілді. Қостанайға барып, ауыл газетін шығарды. Көркем сөз шеберінің қаламынан туған Күлпаш, Шұғаның белгісі повестері әлі оқырманын жоғалтқан жоқ. Бейімбет Жармағанбетұлы поэзия, проза, драма саласында да бірдей өнімді еңбек еткен қаламгер. Жазушы Мырқымбай бейнесі арқылы сол кездегі қоғамды айна-қатесіз суретті. Бейімбет 15-ке тарта повесть, бұған қоса Азамат еш атты роман жазды. Оның Қызыл жалау, Қоңсылар атты романдары аяқталмай қалған. Мұның сыртында ол ірілі-ұсақты 25 пьеса, либретто, сценарийлердің де авторы. Шешей бар ғой, осы айтқаныңыз ып-рас. Қайнаға, мені көрген сайын анандай жерде тосып тұрады. Мен иіліп, сәлем қылсам, көп жаса шырағым, көрпең ұлғайсын, бақытты бол деп батасын беріп жатқаны шеше еке. Сол. Бұрынғының адамы солай болады шырағым. Ай, қай саман-ай, талай қызықты өткізіп едік ау бастан. Енді мінекей, сұм заманға келдесіп, сұмыр айтып қойғаны мынау. Бейімбет Майлин ақын ретінде қазақ поэзиясына жаңа арғақ, интонация, реалистік дәстүрді әкелді. Ол Абай мен Махамбет салған ізді жалғастырды. Бейімбет 1937 жылы тұтқындалғаннан кейін оның жары Гүлжамал Майлинаны Алжир лагеріне алып кетеді. Балалары Семейдегі балалар үйінде тәрбиеленді. Және де Бейімбет Майлин әйелін айта кетуге болады. Ол кісінің онша сауаты болмаған, орыс тілін мүлдем білмеген. Сонда 8 жыл отырды. 8 жылдың ішінде жаңа ол кісінің 5 баласы болды. Балалар үйінде жас мөлшеріне байланысты. Сонда 50 жыл, 8 жыл бойы Алжирда 50 қой болған дейді. Міне сол 50 қойды баққан.
ауыр жұмыстардың барлығын вот сол жаңа Гүлжамалға істеткен екен. Жазушы ешқашан дүниеге қызықпаған, бірде жары Гүлжамал күйеуін қуантпақшы болып бірнеше сиыр, қой, кілем, үй жиһаздарын сатып алады. Осы ісімен мақтанып хат жазады. Хатта ашуланған ол: мені саудагер дейсің бе, масқара ұят жасапсың, бәрін сат, жұртқа тарат деген мағынада қайыра хат жазады. Бейімбет Майлин 1937 жылы 6 қазан күні халық жауы деген жалған жаламен тұтқынға алынады. Әлі 44-ке толмаған қаламгер түрмеден бір-ақ шығады. 1938 жылдың 13 сәуірі, дәл осы күні Бейімбеттің түрмеде отырғанына 189 күн толған еді. Қаламгер адал жарына екі нәрсені аманаттапты: бірі қолжазбамды сақта, екіншісі балаларға ие бол депті. Бейнероликті көріп болсақ, жазушының «Шығаның белгісі» повесі туралы мәліметтерге назар аударайық. Бейімбет Майлин өзінің «Шығаның белгісі» повесін 1914 жылы жазады. Уфа қаласындағы медресе Ғалияда оқып жүрген кезі болатын. Медреседе шығып тұрған Садақ атты қолжазба журналдың 1914 жылғы 3 санында осы «Шығаның белгісі» повесі жарияланады. Келесі кезекте повесть жайлы қысқаша бейнероликке назар аударайық. Садақ журналының 3 санында жарияланды. Мұнда жазушы жеке адам өмірінің күнделікті қарым-қатынасы арқылы қоғамдық тіршіліктің сырын аңғарта білді. Кішкентай ғана мысалдармен үлкен тарихтың сипатын сездіреді. Әңгіме жанрында Бейімбеттей шеберді, Бейімбеттей ұста жазушыны өзім естіген де жоқпын, осы күн көрген де жоқпын. Ол Бейімбет әңгіме жанрында әсіресе. Ол қазақтың Чеховы ғой, Чеховы, кәдімгі орыстың Чеховы қандай болса, ол Бейімбет қазақтың Чеховы. Чеховтан артық болмаса кем емес. Міне Бейімбет ешкімге ұқсамайтын, ұқсасақ біз Бейімбетке ұқсаймыз, Бейімбет бізге ұқсамайды. Сол замандағы жазушылар қазіргілердің өзінің ішінен алғанда биағаңдай қарапайым жазатын, соншалықты түсінікті жазатын, соншалықты қазақтың тілдік қорын мол пайдаланатын жазушы жоқ. Жоқтың қасы айтпесе, мүлдем жоқ десеген ұят болар. Бейімбет Майлин «Шұғаның белгісі» повесінде қаһармандар мінезін сомдау үшін мінездеу тәсілдерін еркін меңгергені байқалады. Повестегі тағдыры сан алуан кейіпкерлер қазақ әдебиетін жаңа образдармен толықтырды. Оның кейіпкерлері әлеуметтік ортаның үстемдігімен табиғи жаратылысының құдіретті ортасына бағынатын реалистік бейнелер болды. «Шұғаның белгісіндегі» сюжеттік даму тек адамдар тағдырына негізделген. Әрбір тарауда түрлі оқиға, әр алуан бейнелер, олардың өзара қарым-қатынастары жан толықтарлықтай аса нанымды суреттеледі. «Шұғаның белгісін» оқығанда қарапайым сөздер сияқты, кәдімгі өзіміздің ауылда күнделікті айтып жүрген, күнделікті естіп жүрген сөздеріміздің жиынтығы сияқты. Шын мәнінде қандай кейіпкер, қандай оқиға, қандай ситуация, бәрі елдің тұрмысы, халықтың мәдениеті, салт санасы, өзара қарым-қатынасы бәрі әлемі жіпке тізгенде әлемі тұрады. Ал Бейімбет Майлиннің бұл шығармасының 16 жасында жазылған біз кейіннен білдік. Бәріміз жаттап өстік. Бейімбет Майлиннің бұл шығармасының қазақ әдебиетінің өркендеуіне, өсуіне, қалыптасуына, дамуына ерекше әсер еткен осы шығарма болды. Студенттер, мен қазір сіздерге «Шұғаның белгісі» повесінің мазмұнын әңгімелеймін. Сіздер назар қойып тыңдаңыздар. Жол бойында екі жолаушы келе жатады. Жолды қысқарту мақсатында бірінші жолаушы өткен өмірден бір оқиғалы әңгімені бастайды. Жас күнімізде ауылда Есімбек деген бай болатын. Сол байдың 4 ұлының ішінде ерке, бұлаңдап өскен Шұға деген қызы бар еді. Шұға десе, Шұға еді-ау. Бір күні ауылға жаңадан жас учитель келеді. Есімі Әбдірахман. Әбдірахман мен Шұға көңілдері жарасып, араларында сезім пайда болады. Бір-біріне ғашық болып, хат жазысып тұрады. Ауылда Айнабай деген кісі өзінің қызы Күлзипаны Әбдірахманға қосқысы келеді. Әбдірахманның Шұғаға ғашық екенін білген соң, Айнабай жала жауып, оны жер аудартып жібереді. Сол күннен бастап Шұға дертке шалдығады. Дерті күн санап асқынып, Шұға әбден әлсірейді.
Әкесі Есімбек қызының халін білген соң Әбдірахманды алдыртады. Бірақ өте кеш болатын. Әбдірахман келген кезде Шұға бұл дүниемен қоштасады. Әбдірахманға соңғы хатын жазып қалдырады. Сол Шұғаға қойылған белгі еді деп, сонау алыстан көрінген тас белгіні қолымен нұсқап көрсетті. Шұға десе, Шұға еді-ау деп жолдасы өз әңгімесін аяқтады. Міне студенттер, шығарманың сюжеті осы. Келесі кезекте повесте кездесетін түсініксіз сөздермен сөздік жұмысын жүргіземін. Обашық, тастан, топырақтан үйіп жасалған белгі. Ақсүйек, қазақтың ұлттық ойыны. Құндақ, зат сынбау, бүлінбеу үшін жасалған қажетті қорап, сауыт. Басқұр, керегелердің бастарын тартып, үйді айналдыра байлайтын өрнектелген жалпақ бау. Пешпет, жеңі бар, қысқалау келген сырттан киетін жеңіл киім. Жосыған, қан, су сияқты сұйық заттардың көп мөлшерде тез ағуы сорғалай жөнеледі. Студенттер, тақырып түсінікті болса, мен сіздерге тапсырмалар ұсынамын. Бірінші тапсырма: жазушы Бейімбет Майлиннің өмірі мен шығармашылығына байланысты сұрақтарға жауап беру. Бірінші сұрақ: Бейімбет Майлин қай жерде дүниеге келді? Екінші сұрақ: Шұғаның белгісі повесі қай журналда жарық көрді? Үшінші сұрақ: Бейімбет Майлин қай жылы тұтқынға алынды? Екінші тапсырма бойынша шығарманың композициялық құрылысына талдау жүргіземіз. Келешекте сіздер құрылысшы мамандығын алып шығасыздар. Бәрімізге белгілі, құрылысшы мамандық иесі зәулім үй салу үшін бірінші берік іргетасын құяды. Әр нәрсенің басталуы болады. Сол сияқты Шұғаның белгісі повесіндегі оқиғаның да басталуы бар. Шығарманың басталуы былай екен. Бейімбет пен жолдасы Қасымжан ауылдан шығып, келесі бір ауылды бетке алады. Кең даланың табиғатын суреттейді. Қасындағы жолдасының аты малшылардың малға мінетін аты болған соң кейін қалып қоя береді. Жол қысқарсын деген мақсатпен жолдасы Шұғаның белгісі туралы сөз қозғайды. Зәулім үйді салу барысында қабырғаларын кірпішпен қалап, одан әрі дамытамыз. Сол сияқты біздің шығармамыздың да дамуы бар. Шығарманың дамуы. Есімбек деген байдың ортан қолдай төрт ұлы, арасында бұлаңдап өскен жалғыз қызы Шұға болады. Шұғаның келбетін суреттейді. Зәулім үйдің биік-биік қабаттарын бір-бірімен байланыстырады. Біздің шығармамыздың оқиғасының да байланысы бар. Есімбектің ауылында Әбдірахман деген қазақ байдың баласы келеді. Шұға Әбдірахманды көріп ғашық болып қалады. Әбдірахман да Шұғаны сүйеді. Ауылда алтыбақан болып кездеседі. Міне студенттер, мен сіздерге үлгі ретінде Шұғаның басталуын, дамуын, байланысын айтып бердім. Ал енді ары қарай шығарманың шиеленісін, шарықтау шегін, шығарманың шешімін оқиға желісіне сүйене отырып өздерің табасыңдар. Үшінші тапсырмаға көшейік. Студенттер, мен сіздерге қос жазба әдісін ұсынып отырмын. Бұл әдіс бойынша кейіпкерлер бейнесін аша аласыздар. Мұнда кейіпкерлердің сөйлеген сөзінен үзінділер берілген. Сол үзінділерді негізге ала отырып, кейіпкерлеріміздің көңіл күйін ашамыз және себебін жазамыз. Өз пікірлеріңді бос тұрған екі бағанға жазасыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталуға жақын. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, маған WhatsApp желісі арқылы қойсаңыздар болады. Кері байланысты баспармақ тәсілі арқылы WhatsApp желісіне қалдырыңыздар. Үй жұмысы. Шұғаның белгісі повесіндегі кейіпкерлерге мінездеме жазасыздар. Шоқтығы биік туынды атты тақырыпқа эссе жазу. Орындаған тапсырмаларыңды Платон жүйесіне жүктесеңіздер болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.